Жақсы, қостым. Жақсы әріптестер, қалай ойлайсыздар? Сіздер үшін білім беру ортасы деген түсінік қандай сөздермен байланысты? Не деп ойлайсыздар? Жақсы, Гүлбахар апайдан пікір келді. Өзара ықпалдастық пен өзара пікір алмасу дейсіз. Тамаша. Қолдау көрсету, Бақытгүл апайдан келді пікір. Білім жетілдіру. Жақсы, Насихат апай жазып жатыр. Тағы әріптестер пікірлеріңіз бар ма? Балалардың мүмкіндіктері мен қажеттілік ерекшеліктерін ескере оқыту. Тамаша. Лилия Елемесовна. Ынтымақтастығы жұмыс. Өзара оқу ортасын құру. Балқадиша апай ынтымақтастықта жұмыс. Сәкен әріптес ізденіс. Тамаша. Рахмет, құрметті әріптестер. Сіздер жақсы ассоциация бердіңіздер. Енді осы ассоциацияларды онлайн жағдайындағы білім беру ортасымен байланыстырсаңыздар. Онлайн мүмкіндіктерін ескеру жақсы. Лилия Елемесовна. Бірлескен оқыту мазмұны мен ресурстар. Дұрыс айтасыздар. Рахмет, әріптестер. Бірнеше пікірлеріңізді жаздыңыздар. Жақсы ассоциация бізде құрылды деп айтам, интерактив. Жақсы, жалпы білім беру ортасы бұл өте кең ұғым, ауқымы кең түсінік. Бұл түсінік жайлы бірнеше анықтамалар бар. Сол анықтамаларға кезек берсек. Гаухар Арыстанбекқызы, презентацияны келесі слайдты қойып жерсеңіз, мысалға сіздерге мына анықтамалармен танысып шықсаңыздар. Жалпы білім беру ортасы ұғымын көбіне Жан-Жак Руссо өз еңбектерінде қолданады екен. Білім беру ортасы жеке тұлғаның өзіндік дамуының нәтижелі даму шарты деген береді. Оның ойынша әр жеке тұлғаға ерекше даму ортасы құрылғанда ғана тұлғаның, адамның нақты мүмкіндіктері мен табиғи қажеттіліктер арасында теңдік орнатылып, оқыту немесе тәрбиелеу жүйелі нәтижелі болады. Жүйелі нәтиже береді деген пікір айтады екен. Сонымен қатар білім беру ортасы жайлы синергетика тұрғысынан қарастыруға болады. Және біз қарастырған кезде бірнеше ғалымдардың пікірлері осылайша ортақ пікірге саятындығын білдік. Википедияда да мынандай анықтама берілген екен. Осы анықтамаларды жинақтай келе, жалпы пікірлерді қорытсақ, білім беру ортасы бұл білім алу үдерісінде адамды қоршайтын барлық нәрсе. Яғни білімін, тәжірибесін, дағдысын қалыптастыратын және оқу нәтижесіне жеткізетін барлық әрекеттердің жиынтығы осы білім беру ортасы дегенді білдіреді екен. Рахмет әріптестер пікірлеріңізге. Енді осы айтылған шарттарды орындайтын білім беру ортасының терең қарастыру үшін ең алдымен білім беру ортасының аспектілеріне тоқталсақ. Жақсы. Жалпы жаңа өздеріңіз айтып өткендей, білім беру ортасының негізгі аспектілерін 1972 жылы Уайт өзінің еңбектерінде ұсынған болатын. Жалпы ең бірінші білім беру ортасының негізгі аспектіні физиологиялық аспекті ретінде қарастырды. Бұл деп отырған сөз физиологиялық аспект, яғни оқушының, білім алушының қауіпсіздігі, яғни өзін қауіпсіз сезінуі. Сол арқылы жалпы білім алуға деген назарын шоғырландыруға мүмкіндіктің болуы болып отыр. Енді мына жерде осы физиологиялық жаңағы аспект туралы толығырақ қарастыратын болсақ, егер де біз осы физиология тұрғысынан оқу ортасын қалыптастыратын жағдайлар, мынау оқушының, білім алушының тек қана өзін қауіпсіз сезінуі емес, белгілі бір білім алудағы кедергілердің алдын алу, болдырмау жағында. Мысалы, біз көп жағдайда офлайн форматта өзіміз курс өткізген кезінде біз міндетті түрде сабақта арасында кофе брейктерді ұйымдастырамыз. Себебі, білесіздер, белгілі бір Маслоудың теориясында айтылады, ең бірінші физиологиялық қажеттіліктер орындалмаса, ол өзінің назарын
толық шоғырландыра алмайды. Ол өзін үнемі сол кофе брейктерге шығу, кестеге сай сабақтардың уақыт регламенті сақталуы, және жақын маңайда асхананың болуы, аудиторияда судың болуы, осы физиологиялық аспектілерді орындаудың талаптарына жатады екен. Және әр топтың жұмыс жасайтын жұмыс орнының қауіпсіздігі осы аспектінің толыққанды орындалуына жағдай жасайды. Жақсы. Сэлли Уайттың теориясы бойынша келесі аспекті физикалық аспектіде кеңістік, яғни айнала оқуға қалай әсер етуде деген сұраққа жауап береді екен. Яғни орындық, тыңдаушының, оқушының отырған орны ыңғайлы ма, жиһаздардың орналасуы талапқа сәйкес, немесе оқыту форматына сәйкес қозғалтуға қозғалмалы, ыңғайлы ма. Мысалға, лекция түрінде оқитын болсақ, жаңағы отыру стильдерін өзгертуге, театрлар стиль, немесе жаңағы талқылау болса, жарты шеңберге отыру сияқты ыңғайға қарай қозғалту, немесе бөлменің температурасы қолайлы ма, жарықтың дұрыс берілуі, жылулық, салқындық, кондиционердің тұруы деген сияқты айналамызды қоршайтын жиһаздар, дүниелердің барлығы бізде физикалық аспект тұрғысынан қолдау көрсетуге жатады деп қарастырған екен. Жақсы, келесі аспект ретінде психологиялық қауіпсіздік аспектісін алып отыр. Мұнда психологиялық қауіпсіздік жағдайын жасау, яғни жаңағы оқуға мәжбүрлеусіз келуі, өзінің оқуына деген қажеттілікті сезінуі, осы оқу оған маман ретінде не беретіндігін нақты түсінуі, оның ішкі сезімі, жалпы осы оқу қаншалықты оған ыңғайлы болуы, өзінің жалпы осы психологиялық қауіпсіздікке үнемі айтып жатамыз, біз өзін жаңа қателесуден қорықпауы, яғни осындай жағымды ахуал бұл да психологиялық аспект тұрғысынан осы оқу ортасына тікелей ықпал етеді екен. Жақсы, келесі аспект әлеуметтік тұрғыда қарастырылады, яғни әлеуметтік мазмұн. Бұл жерде өзара әрекеттестіктің болуы маңызды, және рөлдер айқын, тренердің рөлі, тыңдаушының рөлі, және де тыңдаушыға егер қолдау қажет болған жағдайда кімнен және қашан, қалай алатындығын айқын түсінікті болу керек. Бұл өзін әлеуметтік ортада қолайлы сезінуі маңызды. Сонымен қатар ережелер, осы курстың барысындағы алдын ала белгіленген ережелер айқын болу керек, түсінікті болу керек, қандай тәртіптер бар деген сияқты мәселелер осы әлеуметтік аспект тұрғысынан қарастырылады, және де әлеуметтік жағынан қолдауда міндетті түрде тыңдаушының өзіндік пікірінің ашық айтуына мүмкіндіктің болуы да осы әлеуметтік аспект тұрғысынан қолдаудың бірі болып табылады екен. Яғни, құрметті әріптестер, назар аударсаңыздар, оқыту қай форматта болмасын, онлайн ба, офлайн ба, жеке тыңдаушы үшін осы 4 аспектіні қамту маңызды екен. Олай болса, біз жаңа бұл аспектілерді офлайн форматында мысалдармен түсіндіріп шықтық. Енді біз онлайн форматта тиімді оқу ортасын құру үшін осы аспектілердің әрқайсысы тұрғысынан қарастырып көрсек. Сіздер өз пікірлеріңізді чатта жазып, немесе микрофонмен жауап беріп отырсаңыздар. Мысалға, бірінші физиологиялық аспект, Гаухар Арыстанбекқызы, слайдты жылжытсаңыз, физиологиялық аспектті онлайн тұрғысынан қарастырсақ, яғни біз белгілі бір платформада тыңдаушылармен жұмыс жасаймыз, ал ол тыңдаушымен физиологиялық тұрғыда біздің алыс екендігімізді білдіреді. Сонда біз қалай қолдау жасай аламыз физиологиялық аспект тұрғысынан? Қалай ойлайсыздар, әріптестер? Әріптестер, пікірлеріңізді айтсаңыздар, немесе жазба берсеңіздер. Офлайн форматында
физиологиялық аспектіде біз қауіпсіздігін, оның үзілістердің болуын, назарын шоғырландыруды қолдау бағытында қарастырсақ, онлайн форматта біз қалай қолдау көрсетеміз? Әріптестер, физиологиялық аспект тұрғысынан қалай қолдау көрсете аламыз? Мүмкін күн тәртібін сақтау. Дұрыс айтасыз. Тамаша. Балқадиша апай, рахмет. Әріптестер, микрофонды, чатты пайдаланып, өз ойларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар. Онан кейін қазір расписание қойған кезде, құрметті әріптестер, мүмкін осы тыңдаушылардың немесе қатысушының уақытын ескерген дұрыс шығар. Өнімділік жағдайынан қарастырған кезде, өнімділік моменті, мысалы кешке жақын емес, именно мысалы азанғы уақыт сағат 10-11-дің кезінде қойған қолайлы шығар деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, өте жақсы айттыңыз. Рахмет. Мұнда жауаптар бар екен. Онлайндағы оқу ортасын құрып алу ережесін анықтап келісіп аламыз. Өте жақсы. Ширату жаттығуларын орындау, көзді тынықтыру, желдетіп алу, су ішу жаттығу. Керемет әріптестер, барлық біздің ойымыздағы, біздің ұсынымыз келген жаттығуларды, іс-әрекеттерді сіздер... Тағы бір қосып жіберейінші, онлайн бастаған кезде, мысалы 10 минут, 5 минут ертерек бір музыка такая, расслабляющий музыканы қосып қойып, былай көңіл-күйлеріне, былай жағымды жағдай жасайтындай, чтобы он почувствовал безопасность. Сондай нәрселер жасасам, мен ойлаймын, қатысушыларымыз біз үшін жақсы ойда болады деп. Дұрыс айтасыз, рахмет. Дұрыс әріптестер. Мен бір ой қосып кетсем. Бізде қазіргі кезде мұғалімдер де, біздің тыңдаушыларымыз да әдістеме қолдау көрсететін кезде біздің шарамызға келгенде күні бойы компьютерда отырған әріптестеріміз келеді. Сонда біздің негізі CES-тағы стандарт бойынша мына компьютердің алдында отыру, ультракүлгін сәулені қабылдау талаптары қазіргі кезде бұзылып, физиологиямызға кері әсерінде тигізуі мүмкін. Сондай жағдайда біз қазір соны көп ескере алмай жатқан сияқтымыз. Өздеріңіз де солай отырған шығарсыздар. Сонда қандай шығу жолын ұсынар едіңіздер? Мысалы үшін мен өзім таңертең 8-ден кешкі сағат 12-1-ге дейін компьютердің алдында отырамын. Жақсы, Шұғыл апай, рахмет пікіріңізге. Дұрыс айтасыздар, әріптестер, азаннан кешке дейін компьютерде отырғандықтан бізге дене жаттығулары, көз жаттығулары, қимыл іс-әрекет ауық-ауық тұрып, сол жаттығуларды жасау, сонымен қатар жаңағы үзілістерді біз алдын ала расписание берген кезде міндетті түрде осы ұзақ отыруды ескере отырып расписание беруіміз. Сонымен қатар қазір біз курсты ұйымдастырған кезде алдын ала сұрайтын болдық әріптестерден, сіздерге ыңғайлы ма осы уақыт? Өйткені олар сабақтан үзіліп жатқан жоқ, сабақ берумен қатар жүргізіп жатқандықтан алдын ала сұрап, сол уақытты келісіп алып өткізетін болдық. Сонымен қатар, мысалға, қазіргі таңда игровой не бар ғой, ойын, компьютерлік ойындар, осы компьютерлік ойындарда біздің жұмысымыз сияқты азаннан кешке дейін балалар отыруы мүмкін, ұзақ отырады. Қазіргі таңда осы балдардың осылай отыруын, зияндығын денсаулыққа ескеріп, компьютер ойынын құрастырғандар міндетті түрде жаңағы 30 минут сайын окошко шығып тұрады екен. Ойынның арасында окошко шығып тұрады. Хабарлама шығып тұрады. Үшіңіз деп, 3 рет жанады, 3 рет 30 минуттан кейін. Ол уже балаға белгі береді, тұру керек. Қайтадан 30 минут ойнағаннан кейін міндетті түрде автоматты түрде су ішіңіз деген сөз 3 рет шығып тұрады екен. Яғни сондай окошкелер арқылы баланың өзін ұзақ отыруын алдын алу үшін қазір жақында осылай шығыпты компьютерлік ойындардың өзінде. Сондықтан бір курсымыздың арасында сергіту жаттығуларын қойсаңыздар, жаңағы қол, мысалға қазірдің өзінде былай жасап көріңіздерші. Енді балдарға ойын ретінде міне пистолет. Так. Былай жасайсыздар. Дәл осылай жасап көріңіз, Гаухар Арыстанбекқызы міне қарама қарсы тұр. Енді сіз осы қолдарыңызды ауыстырыңыздар. Міне,
істей аласыздар ма тезірек? Қол жаттығу, көз жаттығу дегенде қиын. қиын. Мына пистолет жоғарыда тұру керек. Екіншісі бірақ түсіп тұру керек міне. Осы сияқты мысалға қол жаттығу, көз жаттығуларын үнемі систематично қайталап отыру да онлайн форматта физиологиялық тұрғыдан қолдау көрсетуге жатады екен. Жақсы, әріптестер, ойларыңызға рахмет. Енді осы физиологиялық жағын жақсы қарастырдық. Енді физикалық аспекті жағын жалпы онлайн оқытуда жаңа айтып өттік, біз тыңдаушылардың жанында емеспіз. Физиологиялық аспектінің орындалу үшін қандай жағдай жасаламыз, қалай қолдау көрсетуге болады? Физикалық аспект тұрғысынан. Жаңа айттық, иә? Физикалық аспекті не туралы еді? Ыңғайлы жұмыс орны, жұмыстың формасына сәйкес жиһаздың орналасуы тұғын. Ол офлайнда. Ал онлайн оқытуда біз осыны қалай жүзеге асырсақ болады? Алдын ала установочный вебинар болған кезде мүмкін мұғалімдерге бір кеңестер жазамыз. Мысалы, Жанат Райымқұлованың отырған освещениесі өте әдемі, сосын у меня такое впечатление, что у нее, наверное, там тепло. Сондай сияқты былай ережелерді айтып, оларға бағдар беріп, алдын ала установочный вебинарда, чтобы все было под рукой для записи деген сияқты жағдайларда. Аяғының астына орындық қойып, сондай нелерге бір установочный вебинарды айтып жіберсе артық болмайды шығар деп ойлаймын. Жақсы, енді біз ол жерде офлайн кезінде біздің кеңістігіміз не? Аудиторияның іші тұғын, иә? Сыныптың іші. Ал онлайн форматта біздің кеңістігіміз, пространствомыз не болады? Платформа болмайды, иә? Платформа болады. Яғни, бұл жерде физиологиялық аспектілерін осы тұрғысынан қарастырып көрсек. Жалпы дұрыс айтасыздар, освещениенің дұрыс болуы, ол да өте маңызды. Интернет жылдамдығы, жарықтың түсуі, құрылғылардың дұрыс орналасуы деген сияқты жазбалар келді. Жақсы, яғни презентация, яғни онлайн форматта оқыту ұйымдастыру барысында сіздің пайдаланатын презентацияның дизайны визуалды қабылдауға өте ыңғайлы болу керек, жеңіл болу керек. Сонымен қатар білесіздер, түстердің үйлесімділігі, мынау ұсынылып отырған жаңағы бейне жазбаның, аудио жазбаның сапасының жоғары болуы, және оқу барысында қолданылатын материалдар, оның ішінде графикалық материалдардың анық көрінуі, оқылымды болуы өте маңызды. Бұл физикалық аспектілерді жаңағы қамтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жаңағы айтып өттік, біз жұмыс жасайтын платформаларымыз, платформаның интерфейсі, қолданылатын онлайн тақталарыңыз болса, жаңағы Jamboard тақталарын қолданып жүрсіздер үнемі, Padlet тақталары, осы қазір білесіздер веб-сервистер өте көп, соның ішінде пайдаланушыға жеңіл, тез орындауға мүмкіндік беретін, өте күрделі емес интерфейсті таңдағандарыңыз дұрыс. Сонымен қатар мынау алдын ала техникалық ақаулардың алдын алу, яғни тексеріп алу, бейне камераның жұмыс істеп тұрғанын, микрофонның, дауыстың жақсы естілетінін алдын ала тексеру арқылы біз осы физикалық аспектіге қолдау көрсете аламыз. Келесі аспектіге тоқталайық. Келесі әлеуметтік аспекті бойынша онлайн оқытуда қалай қолдау көрсетеміз әріптестер? Әлеуметтік аспект тұрғысынан қолдауды қалай көрсете аламыз? Общий WhatsApp чаты, жақсы, форумы, объявления какие-то. Можно использовать различные другие приложения для того, чтобы они могли общаться. Собственно, обратная связь, которую мы осуществляем, это әлеуметтік аспект со стороны тренера и со стороны слушателя. Потом взаимооценивание тоже можно делать, или взаимопроверку деген сияқты. Осындай, пока ойлар осындай болып тұр. Жақсы, Гүлнар Тәңірбергенова, алғашқы ойларыңыз
әлеуметтік аспектіге өте сәйкес келді. Яғни байланыс, өзара байланыс өте маңызды. Курста отырған кезде, мысалға 20 адам болса, олардың барлығымен сол күні етене таныс болмаса да, ол контингентті тануымыз керек. Өйткені контингентті танығандық, оның алдағы күндері еркін, олармен қарым-қатынас жасап, жаңа диалогқа түсуіне оң нәтиже береді екен. Сондықтан таныстық ең бірінші жаңағы орында тұрады әлеуметтік аспектіде. Сонымен қатар курстың мазмұны, міндеті, бағдарлама толық таныс болуы керек, және ол бірінші күні ғана емес, ұзақ курс бізде өткізіп жатырмыз, 15 күндік, 10 күндік. Сол курстың барысында да олар қайта-қайта сол курстың мазмұнына, мақсат міндетіне келу керек, және негізгі талапты білу керек. Курстың аяғында не күтеді? Менен не күтіледі? КМЖ қорғаймын ба, жоба әзірлейміз бе? Яғни күтілетін нәтижеде тыңдаушыларға анық түсінікті болуы, контакт, байланыс, таныстық, осының барлығын қамту бізде әлеуметтік аспект тұрғысынан қолдауға жатады екен. Мұнда пікірлер келген, социограмма жасауға болады. Жақсы тәсілді айттыңыз, Сәкен мырза. Нақты нұсқаулар беру, орындауға тапсырмалардың түсінікті тілмен айтылуы деген Гүлбахар апай пікіріңізге өте келісеміз. Сонымен қатар мен ойлаймын, осы әлеуметтік бір-бірімен шында да офлайн кезінде ол бір-бірімен қарым-қатынасқа түседі ғой. Мынандай оқытуда оларды өзіміз курс кезінде, вебинар кезінде, топтық, жұптық сессия залдарында жұмыстарды ұйымдастырған кезде де олар бір-бірімен кішкене жақын таныс болатындығы туралы айтып жатады. Осы ойлаймын, осы да психологиялық аспектінің бір түріне жатады деп. Дұрыс айтасыз, Балқадиш апай. Әлеуметтік аспектінің бір қолдау түрі ол сол контакты, байланысты орнату үшін таныстық маңызды екендігін осы әлеуметтік аспект тұрғысында қарастырады екен. Және соңғы аспект, Гаухар Арыстанбекқызы. Жақсы, бұл соңғы аспект психологиялық аспект болатын. Психологиялық тұрғыда өзін қалай қауіпсіз сезіну керек? Осы сіздердің курс тыңдаушыларыңыз қалай ойлайсыздар? Онлайн форматта осыны қалай жүзеге асырамыз? Қандай ойларыңыз бар? Офлайн болсын, онлайн кезінде де ең алғашқы біз айтамыз, әр пікір құнды. Әр пікір құнды, өйткені кейбіреулері курсқа келгенде мен дұрыс айтам ба, бұрыс айтам ба, жұрт не ойлайды деп, әлде де бұрынғы немен қалыптасқан өзімен келеді. Сондықтан осы психологиялық аспект бірінші осындай жағдай жасау. Сізде бәріміз мұнда бірдейміз, қателесу әбден мүмкін. Содан кейін тағы да бір не қолданатын, біз ылғи айтамыз ғой, ақымақ сұрақ болмайды деп. Сондықтан сұрақ қоюға ашық болу бір-біріңізге де. Осы курсқа, вебинарға келгенде сіздер бірдеңе білемін деп келдіңіздер. Тұнып тұрған сұрақтарыңызбен келіп, сонымен келіп қайта кетіп қалмау үшін сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сіздер осыны жерде манағы мен айтқанда жоғарыда ынтымақтастықта жұмыс жасай отырып, бір-біріңізге қолдау көрсете аласыз дегендей. Рахмет. Жақсы, рахмет, Балқадиш апай. Жалпы тағы да жауаптар келіп түсті ма? Жақсы пікірлер келген. Әрбір айтылған жауаптарға дер кезінде кері байланыс беру, және айтылған пікірлерге қолдау көрсету, сұрақтар қою, және өзгенің пікірлерін де білуге ниеттену деген пікірлер келген екен. Жақсы, өте орынды жауаптар. Себебі психологиялық аспектіде, мына жерде де көріп отырсыздар, қалай кері байланыс беру керек. Психологиялық тұрғыда жаңағы мынау сіздің айтылған ұсынысыңызды қабылдауға дайындап алу үшін сіз кері байланысты қалай беру керектігін нақты білуіңіз керек. Және кері байланысты қабылдауға дайындауыңыз. Сонымен қатар, мынау жалпы біз онлайн курста жақсы жасалған жұмыстарды және жетілдіруді қажет ететін жұмыстарды біз үлгі ретінде ортаға талқылауға ұсынып жатамыз. Бірақ дегенмен де міндетті түрде осы жұмыстарды ұсынбас бұрын алдымен рұқсат сұрауымыз қажет. Сіздің жұмысыңызды
көрсетсек болады ма? Сіздің жұмысыңызды үлгі етіп ортаға ұсынсақ, сіз қарсы емессіз ба деген секілді. Және үнемі осы курс барысында психологиялық аспекті тұрғысынан өзін қауіпсіз сезіну үшін міндетті түрде мынау тыңдаушылармен ашық болу, әділ болу, барлығына конструктив қарау мәселелері тұрады екен. Сондықтан жаңағы ұйымдастыру барысында міндетті түрде осы мәселелерге басты назар аударуымыз қажет. Енді жалпы бүгінгі күні оқу ортасын құрудағы осы негізгі 4 аспектіні қарастырдық. Бұл White моделі бойынша жалпы білім беру ортасының білім беру ортасын тиімді ету үшін, тұлғаның дамуына бағытталу үшін осы негізгі аспектілерді басшылыққа алу қажет деп ұсынып отыр. Енді жалпы оқу ортасын құрудағы жобалау әдістемесін қай аспект қарағанына байланысты жалпы білім беру ортасы онлайн және офлайн болып бөлінбейді. Керісінше пайдаланушының, яғни білім алу тәжірибесімен бірге жүретін барлық нәрселерді қамтитындығын басты назарға алғымыз келіп отыр. Сондықтан мынау біз осы аспектілердің негізінде жалпы оқу ортасын құрудағы жаңа концепциялардың пайда болу себептерін түсіндіру үшін педагогика саласының даму тұрғысынан қарастырғымыз келеді. Ол үшін мынау педагогика, андрогогика, кетагогика ұғымдарымен бүгін осы мәселені талдасақ деп отырмыз. Енді ең бірінші жалпы педагогиканы өздеріңіз білесіздер, 19 ғасырда мынау шығыс елдерінің философиялық жүйесінде алғашқы өзінің бастауын алған және ғылым ретінде жеке бөлініп шығып, осы дамып келе жатыр. Осы педагогиканың негізгі жаңағы бастапқы күйінде алып қарайтын болсақ, осы 17 ғасырдағы бастапқы күйінде алып қарайтын болсақ, бұл жерде негізгі сұрағы бұл жерде балаға нені үйрету? Балаға қандай білім беруіміз қажет? Және бұл жердегі фокус ақпарат, яғни оқушыға берілетін контенттің трансформациялауды көздейді. Және бұл жердегі негізгі тұлға мұғалім және білім көзі мұғалім ретінде педагог болып табылады. Және бұл жерде негізгі акцент бақылауға түседі. Себебі бұл жерде балаларды оқыту барысында үйретілген нәрсені қаншалықты меңгерген, қаншалықты дұрыс меңгерген үнемі бақылауда ұстайды. Сондықтан бұл жерде педагогика саласында біз балаларды үнемі бақылауда ұстаймыз. Енді бұл жерде осы педагогика, білесіздер, үнемі дамып отырды, және ол белгілі бір кезеңге келген кезінде өзіндік сипатын өзгертті. Енді осы педагогика саласына қатысты келесі ұғым бізде андрогогика. Жақсы, андрогогика, яғни ересектерді оқыту ғылымы мен өнері, бұл ұғым алғаш 19 ғасырда пайда болды. Ұғымды алғаш енгізген неміс педагогика тарихшысы Александр Карп 1833 жылы өз еңбегінде алғаш қолданған екен. Не себепті андрогогика ғылымы, яғни ересектерді оқыту, осы 19 ғасырда өзекті болып, 19 ғасырда қолданыла бастады? Қалай ойлайсыздар, әріптестер? Андрогогика, яғни ересектерді оқыту, неліктен осы 19 ғасырда бізге енді? Әріптестер, пікірлеріңіз бар ма? Жақсы. Өйткені осы алғашқы, біз айтамыз ғой, промышленная революция басталды деп, сол кезде мүмкін оқытатын, уже ересектерді оқыту жағдай туындаған шығар.
Дұрыс айтасыз, Балқадиш апай, өте жақсы. Яғни осы дәл 19 ғасырда екінші өнеркәсіптік төңкеріс орын алған кез, осы 19 ғасырда ғылыми техникалық прогрестің айқын көрініс табуы, яғни қоғамдағы ересектерді қайта оқыту, жаңа дағдыны қалыптастыру қажеттілігін туындатты. Яғни 18 ғасырда мектеп табалдырығында алған білім өмір бойғы азығы болса, енді жаңа дағдылар, жаңа білімдер арқылы жұмыс сферасын кеңейту қажеттілігі туындады. Бұл жердегі нақты мақсат қайта оқыту, жаңа дағдыларды қалыптастыру. Негізгі біздің ресурсымыз ол сол ересек адамның бойындағы бар тәжірибесі негізгі ресурс ретінде қарастырылды. Басты қойылатын сұрақ ол не үшін, яғни мен не үшін қайта оқуым керек, не үшін ол маған алда келешекте маңызды, не үшін мен оны қолданамын деген сұрақ тұрды. Және басты акцент ол бұрынғы ересектердің бұрынғы тәжірибесі. Бұл жерде білім алу тәжірибесін жақсартуға, жаңартуға бағытталған оқу үдерісі деп қорытсақ болады. Ойлап қалмасын мені деп тіркеді. Жақсы, жалпы енді осы андрогогика саласы белгілі бір 19 ғасырдан бастап алып 21 ғасырға дейін өте өзекті, маңызды болып келді. Енді 21 ғасырда осы андрогогика белгілі бір өзінің сипатын сипаты өзгерді. Яғни 21 ғасырда ересектердің білім алуында жаңа ұғым пайда болды. Бұл ұғым хютагогика деп аталып жүр қазіргі кезде. Бұл жаңағы айтып өткендей қоғамда болып жатқан жаһандық өзгерістерге реакция ретінде ақпараттың жылдам өзгеруімен, мынау бүгінгі күнгі еңбек нарығының қысқаруымен, еңбекте және білім алудағы мобильділікті көрсету қажеттілігімен байланысты болды. Бұл ұғымды Стюарт Харс енгізген болатын. Оның теориясы, тұжырымдамасы бойынша жалпы ересектерге білім беруді ұйымдастырудың жаңа тәсілі ретінде қарастырып отыр. Және осы хютагогика өз бетінше оқу ретінде қарастырылады. Яғни өз бетінше білім алуды үйрену позициясын ұстанады. Яғни сіз 21 ғасырда тиімді білім алу қай кезде тиімді болады деген сұраққа жауап беретін болса, өз бетінше оқи алса, ересек адам өзін реттей алатын болса, өзіндік мақсаттарын анықтап, оны басқара алатын болса, білім алуға өзін ынталандыратын болса, осы 21 ғасырда тиімді оқу жүзеге асады деген позицияны ұстанады. Жалпы хютагогика өмір бойы білім алудың заманауи тұжырымдамаларын толық қамтып отыр. Сондықтан бұл жерде хютагогиканың негізгі мақсаты өз бетінше оқуды қолдайтын оқу ортасын құру. Сонымен қатар осы салада жаңа білімді қалыптастырумен қатар ересек адамдар міндетті түрде креативтілік пен мета құзыреттіліктерді дамыту қажет деп осыған басты назар аударып отыр. Ол белгілі бір себептерге байланысты. Себебі бүгінгі күні тұрақсыз әлемде өмір сүргеннен кейін, жылдам өзгермелі VUCA әлемде өмір сүргеннен кейін, бүгінгі сіз курстан алынған білімін ол 2 жылдан кейін басқаша қолдануы мүмкін. Себебі бүгінгі өзекті болып тұрған жаңа білім мен жаңа ақпарат белгілі бір уақыт өткеннен кейін маңыздылығын жоюы мүмкін, құндылығын жоюы мүмкін. Сондықтан ол жаңа біліммен, жаңа ақпаратпен танысып қана қоймай, өзіндегі креативтілікті, өзіндегі мета құзыреттілікті дамыта отырып, кез келген тапсырмаларды, задачаларды орындау үшін, алдына қойған мәселелерді шешу үшін жаңа білімді құру дағдыларын қалыптастыру керек деген осындай ұстанымды ұстайды екен. Негізгі фокусы бұл жаңа айтып өттім, өз бетінше оқуды қолдайтын орта құра алу, креативтілік, метатанымдық, және бұл жердегі негізгі сұрақ, ал былай болса қалай осыны қолдану керек? Былай болса не істеймін?
яғни әртүрлі тапсырмалар келуі мүмкін, біз оны ешқашан болжай алмаймыз. Сондықтан бұл педагогикада осындай дағдыларға өте баса маңызды назар аударып отыр. Жақсы. Сұрақ бар ма, әріптестер? Жақсы. Гаухар Арыстанбекқызы, әріптестер сұрақтарыңыз болса? Дұрыс айтасыз, бұл білім беру парадигмалары оқу үдерісі қалай жүзеге асатындығын нақты көрсетеді. Ендеше әріптестер, осы тұста біз сіздерге мына метафораны ұсынғымыз келеді. Мына слайдта сіздерге тәсілдер және билердің бірнеше түрі берілген. Сіздер сәйкестікті анықтасаңыздар. Не себепті педагогика тәсілін бал билерімен сәйкестендіреміз? Қандай байланыс бар? Неге педагогикаға бал билері метафорасын ұсынып отырмыз? Классика. Және де бір-бірін осылай үйлесімді би жасау үшін олар бір-бірін үйрету керек. Олардың үстінде оқытушылары, жаттықтырушылары тұрады. Тамаша. Дұрыс айтасыз. Сонымен қоса педагогика үйрету, тәрбиелеу дегенді білдіреді ғой. Яғни соған келеді. Жақсы, Шұғыл апай, рахмет. Әріптестер дұрыс айтып жатырсыздар. Педагогикамен өте тығыз байланысты. Педагог үйретеді ғой биді де. Дұрыс айтасыз. Жақсы, педагог биді де үйретеді. Байланыс, етене байланыс бар. Өйткені осы бал билері, вальс билерінде де міндетті түрде үйретуші тұрады, мұғалім, жаттықтырушы тұрады, және билеушілер жаттығып жатырған аудитория болады. Үйретуші нені үйретсе, үйренушілер сол тәртіппен, сол ережемен биді билеп шығады. Бірақ үйретуші процеске қатыспайды, ол өзі билемейді, ол тек үйретеді. Бұл жерде тәжірибені жинақтай отырып, жаңа бір композицияны үйренушілер жақсы бір композицияны шығарады. Бұл жерде тағы бір ұтымды тұсы бағалау, сыртқы бағалау ретінде алынады. Яғни бұл бидің нәтижесі, бір конкурстарда жюридің бағалауына келсе, педагогикада бұл сыртқы бағалаумен үйретушінің бағалауы арқылы жүзеге асыратындай ерекшелігі, тиімді тұстары бар. Жақсы, әріптестер, бал билерін талдап болсақ, әлеуметтік билер мен андрогогиканың қандай байланысын байқап отырсыздар? Әлеуметтік билер және андрогогиканың байланысын талқылап көрсек. Әріптестер, яғни әлеуметтік билер ол танго, сальса, хастл деген сияқты түрлері бар. Танго билеген шығарсыздар, әріптестер, есімізге түсірейік. Қандай андрогогикамен байланыс бар? Андрогогиканың ерекшелігін айттық, тәжірибе негізінде жаңа білімді алу, жаңа дағды қалыптастыру. Жақсы. Тағы да мен айтайын деп едім, мына бал билегенде оларды біреу үйретті. Енді сол қимылдарды есейе келе басқа бір ортада өздерінің мүмкін ересек жолдастарымен ба, кіммен, кез келген ересек адаммен ол сол қимылдарды жасай алатын шығар. Сондықтан ересектердің арасындағы би ол әлеуметтік би деп көрсетілген шығар. Дұрыс айтасыз, Балқадаш апай. Әлеуметтік билердің басты ерекшелігінің бірі ол көбіне бір жас аралығындағы адамдар айналысады, ол көп жағдайда ересектер билейді. Және бұл жердегі басты тағы бір ерекшелік, базалық қимылдарды білсе, кез келген адам әлеуметтік билерді билеп кете алады. Сіз және бұл жерде педагог бал билерінен айырмашылығы бір-бір жұп қана емес, барлық жұптар бір-бірімен өзара әрекеттестікті, яғни жаңа бір түрлі конфигурация арқылы үйренеді.
бір жұппен ғана емес, барлық жұптар бір-бірімен араласуы мүмкін. Және сізді сол араласып билеу барысында бір-біріңізді түзетіп, бір-біріңізді қолдауға мүмкіндіктер туындайды екен. Тағы да бұл жердегі бір ерекшелік, жаңағы айтқанымыздай біз бағалауды айтып жатырмыз. Бағалау сырттан емес, өзара бағалау арқылы жүргізіледі. Яғни бір-бірінің жасаған қимылдарын, бір-бірінің іс-әрекеттерін, бір-бірінің биін, тәжірибесін олар өзара бағалай алады екендігімен, алатындығымен әлеуметтік билер андрогогикамен байланысын айқындап көрсетеді екен. Яғни өз тәжірибесіне сүйеніп, бір жаңа керемет композицияны шығару мүмкіндігі әлеуметтік билер арқылы туады екен. Яғни әріптестер, бұл метафора, метафора ретінде қарасаңыздар, Жақсы. Соңғы хютагогика тәсілін импровизациялық билермен қалай сәйкестендірер едіңіздер? Жақсы, мына жерде қандай жаста болмасын, әркім жүрек қалауымен билейді. Бұл ересектердің биі деп Лилия Лемесовна пікір айтыпты. Жақсы айтылды, жаңа айттық. Әлеуметтік билерді көбіне ересектер бірін-бірі үйрету арқылы билейді. Жақсы, импровизациялық билер жайлы не айта аласыздар? Бұл қалай хютагогиканың ұстанымымен, хютагогиканың бағытымен қалай осы импровизациялық билердің арасында қандай бір ұқсастық бар, осыны қалай ашуға болар еді? Сіздердің жалпы бүгінгі айтылған материалды түсінгендіктеріңізді көргіміз келеді. Креативность, иной свой подход. Моментально один партнер может подыграть второму, импровизировать. Тамаша. Жақсы, Гүлнар Тәңірбергенова, рахмет, дұрыс айтасыз. Импровизация арқылы бір алдыңғы жоспар, алдын ала дайындықсыз бір-бірімен үйлесімділік тауып билеу. Бұл жерде ешқандай алдыңғы билер сияқты нақты бір ережелер жоқ. Нақты бір ғана қағида бар, ол дәл қазір және осында. Дәл қазір осы жерде бір жаңа біз туынды шығаруымыз керек. Бұл жерде ешкім бірін-бірі сырттан бағалау жүрмейді. Бұндай импровизациялық билерге ешкім үйретпейді. Өздері үйреніп бір жаңа композицияны шығарады және соның нәтижесінде креативтілікпен еркіндік жаңа үйренушілерде, тыңдаушыларда қоса дамуы керек бір жаңа композиция шығатын бидің түрі. Және уақытша болуы мүмкін. Мысалға, жаңа педагогика, андрогогика сияқты өмір бойы қолдануы мүмкін емес. Ол жаңа сол жерде шығарылып, сол жерде қалып кетуі де мүмкін. Болмаса бір уақыт аралығында пайдаланып, кейін қолданбауы да мүмкін. Немесе өзгеріс басқа тұрғыдан көрінуі мүмкін, басқаша өзгерістер енгізілуі мүмкін дейсіз, Жақсы, сонымен қатар бұл жерде жаңа бағалауға қатысты. Меніңше бұл жерде қазіргі өзгермелі әлемде осы ғылым кеңірек дамитын сияқты. Себебі біз алдымызда не болатынын білмейміз, сол өзгеріске жаңағы жылдам, тез, мобильді біз соған икемделе алуымыз керек. Сол дағдыны дамыталу. Дұрыс айтасыз, бейімделіп кетуіміз, айттық, бұл хютагогикада, импровизациялық билерде бір ғана қағида, ол дәл қазір және осында алдын ала белгілі бір ережелер жоқ. Сол жерде іс-әрекетке қарай бейімделіп, жұптасып, бір-бірімен үйлесімдік табу арқылы үйрену. Және креативность. Ең бастысы креативтіліктің дамуына мүмкіндік туады екен. Жақсы, жалпы жаңа айтып өттік, хютагогиканың негізгі мақсаты бұл өз бетінше оқу арқылы білім алу, яғни бұл импровизациялық билердің де бір ерекшелігі, екі жұптың белгілі бір өзіндік тәжірибесіне сүйене отырып, өзіндік бұрынғы біліміне сүйене отырып, жаңа композициялар мен жаңа бидің элементтерін жасап жатыр, өз беттерінше үйреніп жатыр.
яғни белгілі бір бұрын жоқ элементтерді қосу, болмаса бұрын жоқ композицияларды шығару, болмаса басқа бұрын болмаған жанрдағы би стилін шығару деген секілді осы импровизациялық билердің ерекшелігі осы. Бұл хютагогиканың негізгі сипатын осы метафора арқылы көрсеткіміз келген болатын. Және де бұл жерде бағалауда топпен бірге пікірлерін білдіріп, сұрақтарын қою арқылы бағалауды жүргізуге болады екен деп біз осы метафорамызды түйіндесек жақсы. Сонымен әріптестер, бұл жердегі басты мәселе сіздің қалыптастырған білім беру ортаңыздың парадигмасында қайсысы көбірек басымдылық танытады, соның маңыздылығында біз соған сәйкес, мысалға педагогикалық тәсілді көп қолданып жатсаңыз, сіз педагогикалық тәсілдің ерекшеліктеріне назар аударуыңыз, хютагогикалық тәсілдің көбірек қолданылса, хютагогикалық тәсілдің ерекшеліктеріне баса назару маңызды болып табылады екен. Гаухар Арыстанбекқызы. Жақсы, ендеше жалпы біз мұны аспектілерін қарастырдық. Жалпы білім беру ортасының, яғни оқу ортасының негізгі базалық аспектілерін қарастырдық. Сонымен қатар бүгінгі күнгі мынау білім беру парадигмасына сәйкес оқу ортасын құру, оқу ортасын қалыптастырудың бір ерекшеліктерін қарастырдық. Ол педагогика тұрғысынан, андрогогика және хютагогика тұрғысынан. Енді осы қорыта келе біз осы өзіміздің тәжірибемізде қолданып жатқан, құрып жатқан оқу ортасының жаңағы қаншалықты тиімді болып жатқанын бағалауға мүмкіндік беретін жаңағы модельмен жаңағы Эдуард Александрович Ясвин моделімен таныстырғымыз келеді. Жалпы Ясвин өзінің теориясында осы мәселені жеке тұлғаны қалыптастырудың әсіресе қалыптастырудың әсері мен шарттарын жүйесін білім беру ортасы ретінде анықтаған және әлеуметтік кеңістіктік пәндік ортада қамтылған жаңағы процесс, ол жаңағы оқушылардың, білім алушылардың мүмкіндіктерін кеңінен ашады деп қарастырады. Енді осы Ясвиннің теориясына келетін болсақ, жаңағы айтып өткендей, қаншалықты осы білім беру ортасы тиімді болып жатқандығын анықтау үшін өзінің Ясвин келесі топологияны ұсынған болатын. Бұл топологияда екі ось қарастырылған. Бұл жерде қатысушының жоғарғы не төмен белсенділігі және осы процеске қатысушының тәуелділік пен еркінділік деңгейін анықтап берген. Енді мына жерде белсенділік пен еркінділік ұғымдарына неге қатысты екенін айтып өтетін болсақ, жалпы белсенділік түсінігі мұнда бастамашылдық сияқты қасиеттердің болуы, белгілі бір нәрсеге ұмтылуы, осы ұмтылыста табандылық танытуы, болмаса жеке тұлғаның өзіндік мүдделерін қорғай алуы, сонымен жаңағы өзіндік мүдделер үшін күресуі болып табылып отыр. Сәйкесінше осы қасиеттер болмаған жағдайда оны белсенді емес деп қарастырып отыр. Ал еркіндік және тәуелділік жаңағы ұғымдарына назар аударсаңыздар, бұл жерде, бұл ойста жалпы кез келген әрекет жасау барысында, ол кез келген әрекет бұл оқу процесінде, үйрену барысында еркінділік танытса, таңдау еркіндіктері берілетін болса, сайып келгенде белгілі бір білім алу форматтарын таңдау, қарым-қатынас жиіліктерін өз бетінше өзінің еркімен анықтаса, белгілі бір тақырыпты жаңағы меңгеру барысында тереңдетуді белгілі бір өзіндік еркіндікті берілетін болса, значит бұл осы ось бойынша анықтаймыз. Дәл осы секілді тәуелділік деп осы сыртқы бақылау мен сыртқы қадағалауды қажет ететін білім алушылар болады кей жағдайда. Тренердің талабы бойынша, тренердің ұсынысы бойынша, тренердің оқытушының сұрауы бойынша ғана жұмыс жасайтын, оқитын, ізденетін білім алушылар болса, бұл тәуелді білім алушылар деп қарастырған.
Жалпы назар аударсаңыздар, осы осьтегі белсенділік және тәуелділік, болмаса белсенділік, еркіндік осьтерінің қиылысында түрлі білім беру орталары қалыптасады екен. Яғни бұл типологиясы қалыптасады. Мысалы алатын болсақ, белсенді және тәуелділік тұрғысынан қарайтын болсақ, бұл жерде мансаптық орта, догматикалық, яғни қамсыз орта дейді, және шығармашылық орталар болуы мүмкін, оқу орталары. Соның ішінде ең бірінші, мысалы, догматикалық ортаға тоқтайтын болсақ, жалпы көбінесе бұл жерде белсенділік төмен, назар аударып отырсыздар, осьтің төменгі жағында орналасқан, тәуелділік басым орта болып табылады екен, бұл оқу ортасы. Бұл жерде топта бірнеше белсенді білім алушылар ғана болады да, және бұл жерде басым көпшілігі белсенділігі төмен болады. Нақты ережелер қатаң сақталатын орта. Сонымен қатар бұл жерде белсенділік, инициативтілік, яғни марапаттала бермейді. Бұл жерде көбінесе бұндай курс, бұндай оқу орталары көбінесе мынау правила дорожного движения деген курстар бар, жол ережелеріне қатысты, болмаса пожарная безопасность деген курстар өтетін болса, осы жерде сол курстардың оқу ортасы осы догматикалық ортада болады екен. Себебі бұл жерде ешқандай өзіндік пікір айту, ой айту, жаңағы идея қосу онша марапаттала бермейді. Келесі орта жөнінде айтып кетсеңіз. Қамсыз орта жайлы айтатын болсақ, бұл ортада белсенділік төмен болады, және аздап көрсетілген белсенділікке бір керемет марапаттау жүрмейді, марапатталмайды, бірақ толық еркіндік беріледі. Біз көбіне қамсыз ортаға корпоративтік оқытуларды мысал ретінде айтқымыз келеді. Яғни қатысу, қатыспау еркіндігі бар, және қатысушылардан ештеңе талап етілмейді. Яғни өзіне керек білімді әр тыңдаушы өзі алады. Ештеңе міндетсіз, талапсыз өзінің білімді алуы, корпоративтік оқытуды осы қамсыз ортаға мысал ретінде айтуға болады. Келесі орта жайлы айтсаңыз. Жақсы. Келесі ортаға тоқталатын болсақ, бұл мансаптық орта, яғни өзіңіз оське қарасаңыздар, белсенділік пен тәуелділік қиылысқан жерде орналады екен. Бұл жерде қатысушылар белсенділігі марапатталып отырады үнемі. Бұл оқу ортасында тәуелділік басымырақ, дегенмен де бұл тәуелділік ортақ мақсаттарға байланысты болып отыр. Ортақ мақсаттарға қатысты топтың, ортаның жаңағы ортақ мақсаттарының шеңберінде болады. Мақсатқа жету үшін үнемі уәжді арттыру жүзеге асырып отырады. Және бұл жерде бұл оқу ортасында мотивация жақсы көтеріледі екен. Соңғы біздің ортамыз. Ол шығармашылық орта, соңғы ортаның түрі, және ең тиімді орта. Бұл жерде белсенділік те бар, еркіндік те бар, марапат та бар. Әрбір тыңдаушының пікіріне марапат айтылады, мотивация өте жоғары. Курстың соңына дейін курстан күтілетін нәтижеге жету үшін уәжін арттыру, марапаттау өн бойына жүргізіліп отырады екен. Енді әріптестер осы білім беру ортасының осы 4 типімен егер сіздердің сұрақтарыңыз болмаса, біз қысқа ғана уақытымыз қалды, дәл сол қысқа уақытқа ғана жоспарланған бір практикалық тапсырмамыз бар. Яғни біз өзіміздің құрып жүрген, жасап жүрген, жүргізіп жүрген курстарымызда қай типке басымдық береді екенбіз, соны осы Ясвин моделі арқылы анықтап көрсек, қолдарыңызға қаламмен әріптестер. Гаухар Аштабекқызы. Жалпы бұл жерде өз тәжірибемізге диагностика жасау үшін Ясвин моделі бойынша мына жерде бізге 6 сұрақ берілген. Алғашқы 3 сұрағы бұл еркіндік және тәуелділікті анықтауға бағытталған. Бұл жердегі және келесі 3 сұрақ белсенділік, пассивтілік осі үшін арналған 3 сұрақ бар. Алдымен әріптестер қағаз қаламдарыңызды алып, осы өзіңіз өткізіп жатқан курсыңыз жайлы ойланып көріңіз. Сол курсқа қатысты мына сұраққа жауап беріңізші. Бірінші сұраққа назар аударсаңыздар,
осы білім беру ортасында кімнің мүдделері мен құқықтары бірінші орынға қойылған? Егер сіздер жеке тұлғаларға десеңіздер, онда мына жерге берілген жауап А жауабын таңдасаңыздар сіздер. Маған көрінбей тұр, айтып жүріңізші. А жауабында жеке тұлғалар, Б жауабында топтар. Ол егер сіздер мысалы жеке тұлғалардың жеке тыңдаушының құқықтары мен мүдделері бірінші орынға қойылатын болса оқу ортасында, значит сіз А жауабын таңдасаңыз -1, Б жауабын таңдасаңыз +1 қоямыз. Дәл солай екінші сұраққа жауап берсеңіздер, әріптестер. Екінші сұрақ, өзара әрекеттесу процесінде кім кімге бейімделуде? А. Білім алушы оқытушыға немесе тыңдаушыға, Б. Оқытушыға білім алушы бейімделеді. Егер А жауабын таңдасаңыз, -1-ді қоямыз, Б жауабын таңдасаңыздар, +1. Үшінші сұрақ, осы білім беру ортасында оқытудың қандай формасына басымдық беріп жүрсіздер? А. Жеке жұмысқа, Б. Ұжымдық немесе топтық жұмысқа. Осы әріптестер, қазір осы үш сұрақтың жауабынан нәтижені шығарып алсаңыздар. Егер де әріптестер, нәтижені есептеу үшін әрқайсысына берілген балдарыңызды есептейсіз. Егер мына нәрселерді тақтаға жазып отырмын, көрініп тұр деп ойлаймын. -1, значит, біріншіде -1, екіншіде +1 шықты. Үшіншіде +1 болса, жоқ, мен уже есептеп қойдым. Бірінші -1, екінші -1, үшінші +1. Сонда -2 -1 болады. -1 болады. Жақсы, Жұлдыз апай да мысалға. Екінші нәтиже белсенділік, пассивтілік осы үшін -1, +1, +1, сонда +1 болды. Екіншісін есептедіңіз ғой, Жұлдыз апай, сіз уже? Екіншісін де есептеп қойдым. Хорошо, жақсы. Сонда қанша шықты сізде екіншісінде? +1 шықты. +1 шықты. Бұл жерде әріптестер өте маңызды. Білесіздер, минус пен минус кездесе біз қосамыз, бірақ таңбамыз минус болады. Минус пен плюс кездесе біз азайтамыз, сондықтан әріптестер мына минус пен плюсті өте назарда ұстаңыздар. Нәтижелерге қарайтын болсақ, яғни осы алған нәтижелеріңіз енді мына оске салып көрейік. Ана жаңа дұрыс жазбадыңыз, ана екіншіде -1, +1, +1 болған. Енді әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Осы оске шалып қараңыздар. Енді қарайсыздар. Сіздердің шыққан нәтижелеріңіз координата осіне салатын болсақ, сізде 2 мән болу керек. Яғни жоғарғы белсенділік пен төмен белсенділік осы үшін 1 мән, еркінділік пен тәуелділік үшін 1 мән шығу керек. Енді менде шығармашылық шығып тұр. Сіздің оқу ортаңыз шығармашылық орта екен. Жақсы, рахмет Жұлдыз апай. Сонымен қатар мансаптық орта болуы мүмкін, догматикалық орта болуы мүмкін, қамсыз орта болуы мүмкін. Яғни қамсыз деген безмятежная среда деп айтылады орысша, егер сәл қазақша сіздерге түсініксіз болып жатса. Безмятежная орта. Яғни жаңа олардың бір-бірінен айырмашылықтарын қарап, енді сіздер талдай аласыздар. Жалпы жаңа айттық, шығармашылық орта бұл белсенділікке еркін беріледі, яғни ерік беріледі. Бұл жерде марапатталып отырады үнемі, мотивацияланып отырады. Бұл жерде үнемі топтың барлығы белсенді болуға жағдай жасалған. Міне осындай орта шын мәнісінде тиімді деп анықтаған екен. Әртүрлі осындай оқу ортасының типтері бар, осы ортаға сәйкес. Әріптестер тағы өзінің зерттеуімен, өзінің диагностикасымен бөлісетін әріптестер бар ма? Кімде қалай шықты? Ал көрейік. Барлығымызда +1. шығып тұр. Неге қатысты ол? Біріншіде 3 рет +1. Екіншіде +1, -1, -1. Гауһар Арыстанбекқызы. Қайда кетер екен? Так, значит, сізде бірінші белсенділікпен төмен белсенділік, 3-те -1-дің қиылысы. Жоғары жақты қараймыз.
минус 1 болса, значит, сізде де шығармашылық орта екен. Әріптестер, әрине бұл жаңағы типтерге байланысты, яғни белсенділікке қатысты, яғни қай оске жақынырақ орналасуы, оны да әрқайсысын жеке-жеке вектор бойынша моделін, яғни түрлерін анықтауға болады. Ясвиннің бүгін сіздерге вебинардың соңында еңбегімен беретін боламыз. Осы модельді есептеу, яғни осы модельмен жұмыс жасау, нақтылау, әрбір мансаптық ортаның өзі бөлінеді. Догматикалық ортаның өзі белгілі бір фрагменттерге, компоненттерге бөлінеді. Сіздер соны тереңірек қарайын десеңіздер, бүгін сіздердің вебинар соңында жаңағы еңбегімен бөлісетін боламыз. Тағы да ашып қарасаңыздар болады. Но біз үшін ең бүгін тек идеясын жеткізу болды. Жалпы осындай оқу орталары болады. Ол оқу орталарының бір-бірінен айырмашылығын айтып өттік. Қандай курста кездесуі мүмкін, соған қатысты. Енді қарап отырсаңыздар, педагогикалық дизайн, жаңағы айтып отырған педагогикалық тәсіл оқу ортасын құрудағы міне шығармашылық ортада екен. Қарап отырсаңыздар. Яғни жаңа айттық, педагогиканың ерекшелігі өз бетінше оқу, белсенді болу, еркін оқу, еркіндік таныту, өзіндік инициатива жаңағы ұсыну. Және бұл жерде шығармашылық орта болғаннан кейін жаңағы креативтілікті жақсы қолдайды. Сондықтан бұндай оқу ортасы педагогиканың элементтеріне басымдық танытады екен. Енді қорыта келе, жалпы қандай болмасын білім ортасын құру барысында бізде осы тәсілдерді жаңағы тиімді қолданып, жалпы білім беру ортасын кеңістігінен гөрі көп жаңағы жағдайда қалыптастырылатын осындай дағдылар мен берілетін алынатын білімді балансын ұстау арқылы қазіргі жағдайға өзгеруге, даму мақсатына бағытталған дұрыс деген ой айтқымыз келеді. Жақсы, әріптестер, сіздерге вебинар таяп қалды. Сіздерге қосымша Гаухар Арыстанбекқызы көрсетіп жіберсеңіз ресурстарымызды бергіміз келеді. Сілтеме сіздерге жіберілетін болады. Бүгінгі вебинардың мазмұнына сәйкес әріптестер, біз білім беру ортасы жайлы түсінігімізді сәйкестендіргіміз келді, ортақ бір түсінік қалыптастырғымыз келді, білім беру ортасының парадигмалары, аспектілері жайлы сіздермен ойымызды бөліскіміз келді. Қатысқандарыңызға рахмет. Бүгінгі вебинарда жақсы сіздермен диалог орната алдық. Айтар пікірлеріңіз болса, микрофонмен айтсаңыздар болады, және Гаухар Арыстанбекқызы сіздерге кері байланыстың сілтемесін Jamboard тақтасы арқылы дайындалған сілтемені чатқа салады. Осы тақтаға өздеріңіздің кері байланыстарыңызды әріптестер, осы бүгінгі вебинар бойынша кері байланыстарыңызды қалдырсаңыздар, сонымен қатар жақсы, жалпыда негізінде енді жалпы онлайн оқытудағы білім беру ортасын құрудағы тағы да бірнеше модельдер бар. Бұл модельдермен алдағы уақытта сіздермен тағы да бөлісуге мүмкіндік болады деп ойлаймын. Бізге берілген уақыт өзінің мәжесіне жетіп қалыпты. Сондықтан бүгінгі вебинарға әдебиеттердің электронный ссылкалары болса жіберсеңіз. Оқулықтардың және сілтеменің ссылкаларын салып жібереміз. Әріптестер, көп рахмет. Өте пайдалы ақпарат болды, қызықты болды, және де шында да өзіміздің әрі қарай дамуымызға, өзімізді жан-жақтан қайтадан зерделеуге мүмкіндік бердіңіздер. Көп рахмет, сәттілік сіздерге. Барлықтарымыз аман болайық. Рахмет, Балқаш Каримова. Рахмет сіздерге. Жалпы енді өзіміздің ізденіс барысында жақсы, әріптестер, рахмет сіздерге. Сіздерге де рахмет. Педагогика мен андрогогикадан ірге тас қаланған тренерлерге келесі қай ғылымды дамыту керектігіне ой түрткі жасадыңыздар. Жақсы.
Жақсы, рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар әріптестер.